жаңа тақырыбымыз Қазақстан аймақтары инфрақұрылымының даму деңгейі. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан инфрақұрылымының салаларын анықтау, Қазақстан аймақтары инфрақұрылымының проблемаларын анықтап, шешу жолдарын ұсыну. Алдымен инновациялық инфрақұрылымға шолу жасайық. Инновациялық инфрақұрылым жаңа білімді игеріп, жаңалықтар ашатын, осы жұмысты қаржыландыратын ұйымдар жиынтығы. Жаңартылған инфрақұрылымның басты элементі көлік және байланыс болып саналады. Көлік жүйесі. Көлік экономиканың қалыпты жұмыс істеуінің негізі. Ол өндіріс процесін қамтамасыз етіп, кәсіпорындарды, салалар мен аймақтарды байланыстырады. Сыртқы сауда жүктерін тасымалдап, халыққа қызмет көрсетеді. Көліктің негізгі міндеті жүк пен жолаушы тасымалдау. Көлік 4 құрамдас бөліктен тұрады. Ол көлік құралдары, жолдар, ұйымдар және тиеу түсіру пункттері. Көлік барлық еліміздің тыныс тіршілігі, яғни бүкіл өндіріс өнеркәсіптің тіршілігі көлікке байланысты туындайды. Сондықтан назарларыңызды бейнероликке аударсаңыздар. Көліктің келесідей түрлері бар. Құрлықтық, оған темір жол, автокөлік, құбыр желісі және электронды көліктер жатады. Су, оған теңіз және өзен көлігі жатады. Әуе, Қазақстанда автокөлік және темір жол көліктері мейлінше дамыған. Олар барлық жүк тасымалының 99%-ын орындайды және оларға Қазақстанның барлық жүк айналымының 96%-ы тиесілі. Соңғы уақытта республикада мұнай желісі көлігі үлкен маңызға ие болды. Ол жүк айналымы бойынша автокөліктен кейінгі орында тұр. Автомобиль көлігінің басты міндеті ұсақ тауар жеткізушіден көліктің магистральдық түрлеріне дейін және кері қарай жүк тасымалын орындай отыра, республиканың барлық көліктік жүйесін біртұтастық ретінде байланыстыру. Қазақстанда автожолдардың жалпы ұзындығы 94 000 километрден асады. Оның ішінде қатты жабынды жолдардың ұзындығы 83 000 километрді құрайды. Бейнероликтен тыңдағандарыңыздай, көлік жүйесі жалпы салалар жөнінде, соның ішінде автокөлік және құбыр көліктері туралы толығырақ айтылған болатын. Енді көлік жүйесінің тағы бір салаларына тоқтала кетейік. Темір жолдар. Қазақстанның бүкіл жол жүйесінің қаңқасы іспеттес. Олар еліміздің аймақтарын бір тұтас жүйеге біріктіріп, климат пен жыл маусымдарына қарамастан тұрақты түрде жұмыс істейді. Темір жолдар негізін елдің бірнеше бөліктерін қосатын ірі магистральдар құрайды. Мысалы, Орынбор-Ташкент магистралі. Су көлігі теңіздік және өзендік деп болып бөлінеді. Елдің басты теңіз қақпасы қатпайтын Ақтау сауда айлағы. Мұндағы жүк тасымалының басым бөлігін мұнай, прокат және астық құрайды. Әуе көлігі ең жылдам, бірақ ең қымбат көлік. Оның негізгі мамандануы алыс қашықтықтарға жолаушы тасымалдау. Ұшақтар шұғыл түрдегі және бағалы жүктерді жеткізеді. Алдарыңызда Қазақстанның көлік кешені, яғни транспорттық картасы берілген. Картаға назар аударсақ, мұнда аталған көлік салаларына сәйкес қатынас жолдары берілген. Олар темір жолдар, автокөлік, паром, мұнай және газ құбыры жолдары, әуежай мен өзен порттарының белгілері бейнеленген. Экономикалық инфрақұрылымның тағы бір басты элементі бұл байланыс жүйесі. Коммуникациялық жүйенің бұл буыны пошта байланысы мен телекоммуникацияны біріктіреді. Оның негізгі міндеті көлемі мен маңызы жылдам өсіп отыратын әр алуан ақпараттарды беру. Қазіргі телекоммуникациялық байланыс бірнеше бағытта қарқындап дамуда. Ол сымсыз байланыс,
ұялы телефон. Қазір спутниктік телеарналар мен бүкіл әлемдік интернет жүйесін пайдаланудың маңызы зор. Инфрақұрылым салаларының инновациялық дамуына кедергі келтіретін факторлар да бар. Оған қаржылық ресурстардың тапшылығы, нормативтік базаның болмауы, бәсекеге қабілеттіліктің төмендігі, зияткерлік меншік құқықтарын қорғаудағы кемшіліктер, қажетті икемділігі бар шағын инновациялық кәсіпорын саласының дамымауы, білікті мамандардың шетелге кетуі. Тақырыпқа сәйкес тапсырмаларды орындауға көшейік. Бірінші тапсырма. Жоғарыда өтілген тақырыпқа сәйкес журналистік зерттеу жүргізе отырып, берілген сұрақтарды оқып, оларға жауап берейік. Тапсырманың жауабына назар аударайық. Бірінші. Көлік 4 құрамдас бөліктерден тұрады. Олар көлік құралдары, жолдар, ұйымдар, тиеу түсіру пункттері. Екінші. Қазақстанның бүкіл жол жүйесінің қаңқасы болып табылатын жол түрі бұл темір жолдар. Үшінші. Ең жылдам әрі ең қымбат көлік әуе көлігі. Төртінші. Пошта байланысы бұл ертеден келе жатқан байланыс жүйесінің саласы болып табылады. Жарайсыздар. Сіздер де осы сұрақтарға дұрыс жауап тапты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Сәйкестендіру кестесі. Бұнда Қазақстандағы проблема мен оның шешу жолдары көрсетілген. Осы нұсқаларды пайдаланып, бір-бірімен сәйкестендірейік. Сәйкестендіру тапсырмасының модельдік жауабы. Сіздердің орындаған тапсырмаларыңыздың жауабы сәйкес келеді деген сенімдемін. Үшінші тапсырма. Есеп шығару. Жүк көтергіштігі 12.000 тонна Астана танкері Ақтаудан Ресейдің портты қаласы Махачкалаға жүк тасымалдайды. Екі порттың арақашықтығы 350 километр. Танкердің бір жолғы тасымалындағы жүк айналымын анықтаңыздар. Есептің жауабы. Танкердің жүк көтергіштігі 12.000 тонна, ал екі порттың арақашықтығы 350 километр болса, 12.000 тонна мен 350 километрді көбейту арқылы бір жолғы жүк айналымы 4.200.000 тонна километрге тең болатынын анықтаймыз. Жақсы, сіздердің де дәл осылай дұрыс жауапты тапты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Графикалық түптанық. Алдарыңызда Қазақстан Республикасы мемлекеттік үдемелі индустриалды даму бағдарламасының 2020-2021 жылғы қаңтар-ақпан айларының қорытындысы бойынша экономикалық салалардың өсу қарқыны берілген. Осы статистикалық мәліметтерді пайдалана отырып, диаграмма құрастырыңыздар. Диаграмманың әр тегішелімдерін өз қалауларыңыз бойынша пайдалануға болады. Жақсы оқушылар, сіздер де сызбаларыңызды үлестік бағандар, немесе дөңгелек, сызықтық, жолақтық, нүктелік диаграммалардың теңшелімдері арқылы көрсете білді деген ойдамын. Сабағымызды аяқтай келе, үйге өздеріңіздің тұратын аймақтарыңыздағы дамыған инфрақұрылымдар туралы нақты аргументтер келтіре отырып, эссе жазу тапсырылады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.